Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен сағыныш. Мерекелік дастархандарыңыздың одан сайын сәнін ашатын тойымды ерекше осындай фиалка салатының рецебін сіздерге ұсынатын боламын. Әдеттегідей рецепті соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпайық. Салаттың қоспалары видеоның астында жазылған. Ал енді салатты дайындаймыз. Осындай ыдысқа, кез келген дөңгелек пішінді формамызға піскен 3 жұмыртқамызды үккіштен өткізіп, үстін майонезбен жағып шығамыз. Жұмыртқаның үстінен ысталған тауық етін тураймыз. Тауық еті ысталған болмаса, суға пісіріп немесе пеште де пісіріп алуыңызға болады. Жұмыртқадан кейін екінші қабатына туралған жаңағы тауық етімізді саламыз. Тағы да майонезбен тегістеп жағып шығамыз. Енді 2 дана қиярымызды ұсақтап төртбұрыштап турап шығамыз. Салаттың 3-ші қабатына туралған қиярымызды салып, тегістеп тағы да майонезбен жағып шығамыз. Салаттың 4-ші қабатына кәрістің сәбіз салатын суынан сығып, ұсақтап турап саламыз. Кәріс салатының да рецебін менің каналымнан көре аласыздар, жоғарыда сілтемесін тастап кетемін. Енді осы салаттың үстіне тағы да майонезбен жағып шығамыз. Ең беткі қабатына қатты ірімшікті үккіштен өткізіп саламыз. Оның үстінен тағы да майонезбен тегістейміз. Салаттың бетін әрлеуге редисканы тураймыз. Оған дейін салатымызды салқын жерге қоямыз. Енді салатымызды формасынан шешеміз. Дүкеннің дайын осындай кепкен нанымен, яғни сухаригімен әрлеп шығамыз, жан-жағын жапсырамыз. Салатымыздың бетін жаңағы турап алған редискаларымызбен әдемілеп гүл жасап әрлейміз. Гүліміздің ортасына жұмыртқаның сарысын қойсаңыздар болады. Ал енді гүлдің шет жағын шпинат жапырақтарымен әдемілеп қойып шығамыз. Міне біздің фиалка салатымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Келесіде тағы да көптеген салат түрлерін көре аласыздар.